Какая глубина? 3,5 километра. Мына лифт 3 километрлік тереңдікке 20 секундта түскеніне қарағанда 600 км сағат жылдамдықпен түскен. Ондай болса екеуі лифттің төбесіне жабысып қалып әңгімелесер еді ғой. Егер орыс президенті ағылшынша білсе, онда атасының басына қасына аудармашыны ертіп жүр. Қытайлықтар жылдам көбейгенмен қатар дыбысты да жылдам ести алады екен. Ал ескеретін болсақ, алыс қашықтықтағы жарылыстың дыбысы кешігіп жетеді. Негізі Мона Лизаның портреті тұратын бөлменің терезесінен Эйфель мұнарасы көрінбейді. Ал кинода Париждің кез келген жерінен ол көріне салады. Лимузиннің багажы ашық тұр, келесі кадрда енді ашылып жатыр. Егер лайнер жағаға осылай үлкен салмағымен соқтығысқан болса, ремонтқа беріліп рейсті болдырмау керек. Енді кеп мұхиттың ортасында батып кетсе, айсбергті кінәламаңдар. Лувр мұражайының директоры Лаураға Париждан Вашингтонға қоңырау шалғанда екі жақта да түн болып тұр. Алайда екі қала дүниенің екі бөлімде орналасқан. Неге Citroen DS-тің артына қарайтын айнасы алдыңғы терезеде орналасқан? Егер ол кейін ол жерде жоқ болатын болса. Это во всех новостях. Луврдың директорын түнде өлтірсе, барлық баспасөз азанда сол жайлы жазып үлгереді екен. Тордың ар жағы қауіпті екенін көре тұра, Джексон өзі өткенмен қоса балаларын ертіп алды. Ной мен Лилияның орындары кадр арасында ауысып үлгереді. Қазір ғана бұғының денесі жатқан, үстінен қарағанда лезде жоғалып кетеді. Эдриан сарбаздарға Джексон мен балаларын палаткаға дейін шығарып салуын сұрап жатқанда, қастарына қара нәсілді денелі жігіт жақындайды да келесі кадрда ағарып, бойы аласарып, басына каска киіліп кетеді. А индейцы майя предсказали все это 1000 лет назад. Нау бір түрлі естілерден. Майя өркениеті ақыр заман жайында ешқашан ешқандай көріп келдік жасамаған. Ең қызығы ғылымды қолдайтын ғалымдар газетке жазылған нәрсеге сенеді екен. Джексон ноутбукты креслоға қояды, келесі кадрда ол контейнерге ауысып кетеді. В 2012 году произойдет катаклизм, вызванный парадом планет, который происходит в нашей Солнечной системе лишь один раз в 640 тысяч лет. О нет, опять! 640 мың жыл бұрын динозаврлар түгелмен қырылып қойған. Қайдағы опять? 1955 жылы қайтыс болған Альберт Эйнштейн 1958 жылы профессор Хепгудтың теориясын қолдауы мүмкін емес. Кейт екі подгузник алды, секундтан соң шүу. Көлік тұрағында жер сілкініп, жарық пайда болғанына қарамастан дүкеннің іші тып-тыныш. Артқы жақта адамдар тұрған. Тез арада мына жарыққа түсіп кетті демеңдерші. Джексон қоңырауды басып тұр, бірақ сатушы алдында отыр. Боксер көрермендерге қарауға уақыты болмау керек. Оның мақсаты қарсыласына нокаут алып қалмау етін. Не үшін Карпов матчтың ортасынан кетіп қалды? Егер ол бәрібір чемодан жинап үйінде таңға дейін отыратын болса, отбасын қауіпті жерден алып кету керек болса, көрінген аңғардан ұшақ ұшқышымен пайда болады. Оған қол сағатын бере салсаң, шуға келісе салады. Теледидарда Калифорния штатының губернаторы Арнольд Шварценеггерді көрсетіп жатыр. Бірақ оның өкілеттік мерзімі ендігі 2011 жылы аяқталу керек етін. Джексон өзінің алдында сары машинаның алдына түсу үшін бос тротуармен қуып жеткеннен гөрі 1045 қоршауды бұзуды таңдады. Бұл фильм соңғы сәтте аман қалулардан рекордтар тұрады. Мейлі бір рет, екі рет болса сенуге болады. Бірақ бірінен соң бірі 10 рет үлкен апаттардан құтылып кетуге көз жұма қарауға болмайтын шығар енді. Лимузиндегі есіктің рычагтары өзімен өзі шешіліп түскені қалай кетті? Егер шұқыш қаза болса, уайымдамаңдар. Өйткені шағын жиындарында әйтеуір бір адам шуды біледі. Чарли радио хабарлауды бастай бере, Джексон қызы екеуі таудан төмен қарай 100 метрде тұрған фургонға отырды. Сол уақытта Чарли хабарлауын тоқтатқан жоқ. Бұл дегенің олардың 15 секундта төбеден түсіп үлгергенін білдіреді. Бұны көрген Усейн Болт етегі толып еңіреп отырған шығар. Фургонның қисайған дөңгелегі секунд өте бере орнына оралды. Ұшақ жерден көтеріле бергенде Джексонның ұшақты қуып жетіп алуы, оның тұқымында Суперменнің қаны бар екенін білдіреді. Тебя ждет дивный новый мир, и в нем каждый молодой ученый будет намного ценнее 20 старых политиков. ақш президенті 100 мың адамға және жануарларға арналған кеменің ішінде, бірақ орын үшін өзін құрбандық етуі, халқын жетім қалдыруы, орнына ешкімді тағайындамауы жоғары дәрежелі саясатшы үшін барып тұрған ақымақтық. Лас-Вегас жермен жексен болса да Антонов ұшағы аман болсын. Және шу жолағы оның ұшып кетуіне ұзындығы өте ыңғайлы. Кездейсоқтық қояншығы. Орыс миллиардердің тоқалы бас кейіпкердің әйелінің екінші байының пациенті. Ал бас кейіпкер сол миллиардердің жүргізушісі. Слезы причаю. У вас нет разрешения. Маместо, прекратите слез. Диспетчерлік ғимарат күл талқан болып жатқанда, мынадай сабырлы бұйырулар естіген қызық екен. Жер сілкінгенде ғимараттар ортасына құлайды. Ал Святой Петр соборы оқтау сияқты адамдар делеп кетеді. Зілзала ашық жерде болса да, мына адамдар талып жатыр. Ты мог ничего не видеть, сидеть и писать. И со временем ты перестал замечать нас. Екеуінің ажырасулары туралы әңгіме бұрыннан бері айтылмағандай, көрермендер тоқту үшін тағы да айтылып жатыр. Океана под нами больше нет, и мы недалеко от нужного места. Как будто весь мир сдвинулся нам навстречу. Жер қыртысының жылжу құбылыстары байқаусыздай кейіпкерлер тура керек жерге алып келеді. Не әрі емес, не бер емес. Машиналардың барлығы 4 дөңгелегі еденге байланғанын көрдік. Джексон Бентлейдің жүргізуші жағындағы дөңгелегін ғана босатқанына қарамастан, бұл машина оп-оңай ұшақтан зытып шығады.
Металл қарға үйкелгенде ұшқындаған от шығады екен. Кілт әрдайым күннен қорғайтын козыректе сақталады. Машиналар сыртқа шашылғанда ұшақтың артынан инерциясын сақтап алға жылжу керек. Бірақ олардың артқа қарай аударылып жатқаны түсініксіз. Африкалық жануарларды суық жер мен ашық күйінде жеткізген ақымақ не ойлады екен? Неліктен кемелер станциясына ешқандай жолдар қатынамайды? Сонда қажетті құрылыс заттарды тікұшақпен тасыған ба? Кейіпкерлер қалай альпинистік қажеттіліктерсіз артындағы биік жардан түстеген? Барлық жер суға кетіп жатыр. Айналаның бәрін түрлі апаттар қоршауда. Бірақ телефон байланысын ешкім шектеткен жоқ. Кездейсоқ қытайлық ағылшынша сөйлей алады. Зейнеткерлер мен балалар баспалдақпен бір демікпей шығып келе жатқанына ризамын. Миллиондаған адамның өлімі бір ғана иттің амандығымен тең. Таймер қуып кетті. Қазір 6 минутты көрсетіп тұр, одан кейін 15. Ал 14:39-ға жеткенде 2 секунд артта қалады. Дарбазалар ашылып жатқанда толқынның келуіне 14,5 минут қалған. Түгелмен ашылған кезде 4 минут қалды. Бұл уақыт 4000-ға жуық адамды отырғызып дарбазаны толықтай жабуға жетпей қалар еді. Тоннельге өтетін мына есікке сары рычаг жақындап сындыратын сияқты, жоқ, тоннельге жеткенде жоғалып кетеді екен. Ондаған тоннаны көтеретін механизм мына сары кабельмен тістесіп қалмай шайнап жіберер еді. Двигатель не запустится, пока ворота не герметичны. Жай ғана автомобильдің есігі ашық қалса, машина оталмайды, Мұншама көлемді су борт номер 1-ді езіп тастайтын еді. Езілмегенмен қоса алып кеменің тоқтататын зекірін сындырып өтеді. Кеме оталғанда мұржасынан түтін шыққанын көреміз. Сонда дизельді жанармаймен жүзеді екен. Егер ол бітіп қалса не болар екен? Мыналар судың бетінде ұшып жүрме, жүзіп жүрме? Мұндай салмақпен төбесіне дейін батып жүзу керек қой. Двигатель, заводись.